Армысыздар ардақты ағайын. Әйгілі қазақтың жазушысы Мұхтар Мағауин 85 жасына қараған шағында дүниеден озды. Бұл хабарды жазушының ұлы Едіге Мағауин өзінің Facebook парақшасында жариялаған. Оның сөзінше қаламгер ақш-тың Мэриленд штатында қайтыс болған. Енді Едіге Мағауиннің сөздерін келтіре кетейік. Арыстан әкем фәниден бақиға аттанып кетті. ақш-тың Мэриленд штатында өзінің үйінде бала-шағасының ортасында 2025 жылғы қаңтардың 9-шы жергілікті уақыт бойынша сағат 19:55-те, Қазақстан уақыты бойынша қаңтардың 10-шы күні қайтыс болды деп жазылған. Айта кетейік, Мұхтар Мағауин Шыңғысханның тарихын зерттеген ғалымдардың ішінде ерекше орынға ие болған ғалымдардың бірі еді. Ол Шыңғысханның қазақ ұлтына тікелей қатысы бар екенін қорықпай, ашық айтқан ғалымдардың бірі болатын. Кеңес одағы дәуірінде қызыл жауыздың қылышынан қан тамып тұрған сәттерде Шыңғысханды қазақтың бір туары деп айтуға қорықпаған ғалымдардың бірі болатын, әрі бірегейі еді. Қазақ тарихының жанашыры Мұхтар Мағауин атамыздың туыстарына көңіл айтамыз. Сондай-ақ жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын дейміз. Иманы өзіне серік болсын. Алланың алдында жүзі жарық болғай дейміз. Мұхтар Мағауин жазушы, әдебиет зерттеушісі, әрі тарихшы еді. 1940 жылы 2 ақпанда Семей облысының Шұбартау ауданында дүниеге келген. 1962 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітіріп, Қазақстанның халық жазушысы деген атаққа ие болған. Абай атындағы мемлекеттік сыйлық лауреаты, Түркияның халықаралық түрік дүниесіне қосқан қызметі сыйлығының иегері, Ұлан Батырдағы халықаралық Шыңғысхан академиясының құрметті академигі. Ал енді әңгімеміздің соңында мынаны айта кетейік. Мұхтар Мағауин ең қиын қыстау кезеңдерде Шыңғысханның тарихы қазақтың түп тарихы екенін айтуға қорықпаған ғалымдардың бірі еді. Міне осындай ғалымдарымыздың арқасында біз Шыңғысханның ешқандай моңғол емес, өзіміздің қазақ ұлтының бір туар хандарының бірі екенін біліп келдік. Міне осындай ғалымдардың арқасында біздің тарихымыз сақталып қалды.